Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Жазира. Менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен көкөністерден қуырдақ жасаймыз. Овощной рагу деп те айтады. Бұл тағам өте жеңіл, қорытылады әрі пайдалы, кешкі асқа өте тамаша. Көкөністі қуырдағымызды бастаймыз. Бізге керек қызанақ, сәбіз, жуа, картоп, капуста, ет, майдың кез келген түрі болады, және бұрыш, приправалар, дәмдеуіштер қосуға болады. Талғамыңызға сай үйде тағы да не болса, мысалы баклажан, тағы да басқа көкөністерді қоса беруге болады. Енді мен осы көкөністерді, етті барлығын майдалап турап аламын да қуырамын. Достар, етті қуырып алып, тұзын салып, қайнатып қойды. 20 минут 30 минутқа дейін қайнатуға болады. Помидор туралды. Сәбізді де жуаны турап алдық. Топты да өте ұсақтамай орташа ұсақтап турап алдық. Және капустамызды да турап алдық. Енді осы туралған көкөністердің барлығын қазанға салып, бетін жауып, 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Біздің тамағымыз дайын болады сол кезде. Мінекей мен сәбізді, жуа, картоп барлығын кезекпе-кезек қабаттастырып салдым. Енді азғантай тұзды сеуіп қоямыз. Дәміне қарай, кейін егер де аз болып жатса, тағы да салуға болады. Және әркім өз қалауынша бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер қосса болады. Достар, бүгінгі біздің көкөністі қуырдағымыз дайын. Сулы, өте дәмді болып шықты. Сіздерге де осыны дайындап жеуге кеңес беремін. Және каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.